Сәлем балақай, өзіңмен бірге Ләззат апайың. Бүгін біз сенімен дала құстарымен танысамыз. Сен оларды білесің деген ойдамын. Біз білімімізді толықтырып, әртүрлі тапсырмалар орындаймыз. Құстар біздің досымыз деген тақырыпта біздің сабағымыз өтпек. Кәне, біз құстар жайлы не білеміз? Дұрыс айтасыңдар. Құстар қанаттары бар, қауырсынмен жабылған, тұмсығы бар, екі аяқтары бар. Олар ұшуға бейімделген жануарлардың түрі құстар екен, Міне өзің байқағандай, бұл суретте ұяда отырған бидай немесе басқа да дәнді дақылдарды жеп отырған дала құстарының суреттері бар екен. Ал енді екеуміз дала құстармен танысып өтейік. Яғни торғай, тотықұс, қарлығаш, тоқылдақ, сауысқан, кептер, тырна, қарға, үкі. Міне, бұл құстарды барлығын саған таныс деп ойлаймын. Егер білмей жатсаң, бұлардың аттарын жаттап ал. Құстар біздің достарымыз. Олар бізге зиянды жәндіктерді жеп, пайдасын тигізеді екен. Сол себепті біз оларды достар деп атайды екенбіз. Өзің байқағандай, тоқылдақ ормандағы ағаштардың әртүрлі зиянды жәндіктерден тазалап, тоқылдақ орман дәрігері деп аталады екен. Басқа да құстар бізге зиян тигізетін шыбын-шіркейлер, құрт-құмырсқалар, солардың барлығын жеп, зиянды заттардан тазартуға көмектеседі екен. Өзің екінші суретте байқағандай, келесі суретке назар аударсақ, құстар өздерінің ұяларын әртүрлі қылып жасайды екен. Олар ағаштың ортасына жасайды екен. Болмаса ағаштың арасына әдемілеп тұрып, әртүрлі шырпыларды, басқа да өзіне пайдалы керекті заттардың барлығын, адамдарға керек емес заттардың барлығын алып, ұя өріп жасайды екен. Ал қарлығаш болса өзінің ұясын адамдардың үйінің қасына, немесе үйінің шатырдың астына жасайды екен, Олар бізге өте жақын екен. Міне, өзің байқағандай, келесі суретке қарашы, құстар ұяларын әртүрлі әдемі қылып жасайды екен, Сен мұндай ұяларды көп кездестіре бермейсің. Сол себепте мен саған әртүрлі ұялардың суретін көрсетіп отырмын. Құстар өте шебер екен. Бұлар жұмыртқа басады, Жұмыртқадан өзінің балапандарын шығарады екен. Сол балапандарын қорғау мақсатында ұяларын әртүрлі етіп жасайды екен. Біреулер ағашқа жасайды, біреулер шөптің арасына жасайды, біреулер биік жерге жасайды. Өстіп олар өсіп өнеді екен. Ал енді мына сөздерге назар аударшы. Жоғалған әріп дейді, екеуміз кәне мына сөздерді оқып, осы сөздердің ішінде жоғалған әріпті тауып, сөздерді дұрыс, анық оқуға тырысайық, Мен бірінші бастап беремін, қалғанын өзің жазып, маған суретке түсіріп жібер. Торғай. Қандай әріп қойдым? Дұрыс айтасың. Р әріпін қойдым, Келесі сөзді өзің тауып, ары қарай жалғастырасың деген ойдамын. Ал енді, балақай, мына суретке назар аударшы. Түрлі түсті қарындаштарың бар деп ойлаймын, Сол қарындаштарды пайдалана отырып, нүктелі сызықтармен жүргізе отырып, құстарға жет. Міне өзің суретте көріп отырғандай, әртүрлі түстерді пайдаланып, сызып, құстарға жетуіміз керек. Ал енді келесі тапсырма. Бірде екі құсты тап дейді. Кәне екі суретте екі бірдей құстардың суреті бар екен. Тауып көрші. Кәне, ойлана ғой. Анықтап, мұқият қарай ғой. Жарайсың балақай.
Міне, сен осы құстарды дұрыс таптың деген ойдамын. Ал енді, балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Әр құстың көлеңкесін тауып қос дейді. Міне, суретте бірнеше құстың суреттерін және көлеңкесін көріп отырсың, иә? Сен бұларды тауып қойды деген ойдамын. Кәне, мына суретке назар аударып, дұрыс жасағаныңды тексеріп көре ғой. Жарайсың, балақай. Ал енді сенмен қанша құс деген ойын ойнайықшы? Дұрыс, үкі біреу. Кептер 5 екен. Сары торғайлар 2 екен. Я, қызыл торғайлар 2 екен. Сауысқан болса 5. Қарға 3, дұрыс. Торғай да 3 екен. Я, міне тағы да дала құсының бір талы тұр екен. Міне, осылай тапсырманы сен де орындады деген ойдамын. Ал енді сен есеп шығара аласың ба? Кәне, есеп шығару ермегіміз, иә, біз есеп шығарғанды ұнатамыз. Бірге есептерді шығарамыз. Мен бастаймын, сен жалғастырасың. Шығарған есептеріңді маған суретке түсіріп салып жіберуді ұмытпа. Кәне, суретте не көріп отырсың? Я, сары және қызыл торғайлар, я? Суретте неше қызыл түсті торғай көріп отырсың? Ал сары торғай нешеу? Қызыл және сары торғайларды қосқанда барлығы нешеу болады екен? Дұрыс, мен ойлаймын, сен дұрыс тауып жатырсың деп. Ал барлық торғайдан ағашта отырған торғайларды алып тастасам, қанша торғай болады? Міне, балақай, осы есептерді сен шығарып, маған үй жұмыс ретінде жібере ғой. Ал енді мына суретке назар аударшы. Ойлан тап дейді. 4-ші артық. Кәне, бұл жерде 4-ші не артық екен? Кәне, ойлайықшы. Бұл жерде не керек емес екен? Дұрыс айтасың. Ұшақ. Өте жақсы. Күшік. Е? Міне, балақай, сен өте дұрыс таптың. Я, жарайсың, балақай. Ал енді саған үй тапсырмасын бермекпін. Үйге мынандай суретті бергелі отырмын. Өзің суретте көріп отырғандай, бұл қарлығаш. Қарлығаштың суретіне қарай отырып, суретті бояп маған жібере ғой. Келесі үй тапсырмасына кішкентай ғана өлең жолдарын беремін. Соны жаттап алып, жатқа айтып жүр. Үйдегілеріңе де айтып бер. Кәне, мен айтамын, сен қайтала. Келіп көктем құстары, бау-бақшада ән салады. Оларды жас достары ұя жасап қарсы алады. Міне, балақай, сен де осылай жаттап ал. Және де маған айтып беруді ұмытпа. Міне, балақай, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша сау бол.